Ресторанда кішкентай ғана порцияның өзі қымбатқа шығатын әйгілі итальяндық пастаны үй жағдайында тауық етінен жасап көрдім. Өте дәмді шығады екен. Әдеттегідей қажетті азық-түліктерімнің барлығында Анвар сауда желісінен алдым. Бұл жолы осындай жаңадан шыққан итальяндық паста регия макаронын қолданамын. Алдымен табаға сұйық майды құйып, қызғаннан кейін үстінен ұсақтап туралған пиязды салып, қызарғанша кішкене қуырып аламыз. Одан кейін 2 шеше сарымсақты салып қуырамыз. Және де тауықтың төс етін ірілеп турап, оны да салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Ал ет қуырыла бергенше бір жағынан суды қайнатып, қазір пастаға қолданатын спагеттиді салып пісіріп аламыз. Дәл осы паста регия макарон өнімдеріне Анварда керемет жеңілдікте жүріп жатыр, алып көріңіздер. Тауығымыз қуырылғаннан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызға қарай черри қызанағынан да қоссаңыздар болады. Енді үстінен сливки қосамыз. Менде 20% сливки. Сондай-ақ спагетти қайнап жатқан судан да алып, кішкене қосып жібереміз. Енді еті